сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демалыс мәдениеті. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – культура отдыха. Ең алдымен жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Мәдени саяхат, культурное путешествие, көңілді, веселый. Сыпайылық сақта, соблюдай вежливость. Қатты сөйлеме, громко не разговаривай. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Мәдени саяхат, көңілді, сыпайылық сақта, қатты сөйлеме. Ал енді балалар, мәтінді оқып аударайық. Давайте прочитаем и переведем текст. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Демалыста мұражайға, театрға, саябақтарға барамыз. Біздің сынып көңілді. Апай бізге мұражайда, театрда қатты сөйлемеңдер, қатты күлмеңдер, сыпайы болыңдар, дейді. Біз тазалық сақтаймыз, қоқыс тастамаймыз. Апай бізге жарайсыңдар, дейді. Мы с классом идем в культурное путешествие. В выходные идем в музеи, театры, парки. Наш класс веселый. Учительница говорит нам, громко не разговаривайте в музее и театре. Не смейтесь громко, будьте вежливыми. Мы соблюдаем чистоту, не разбрасываем мусор. Учительница говорит нам, молодцы. Ал енді мәтін бойынша дұрыс нұсқасын айтайық. Давайте выберем правильный вариант по тексту. Біз сыныппен, здесь два варианта. Әдеби кешке, мәдени саяхатқа шығамыз. Какой правильный, ребята, по тексту? Мәдени саяхатқа. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Мы с классом идем в культурное путешествие. Следующее. Театрда, мұражайда сыпайылық сақтаймыз, әңгіме айтамыз. Какое правильное, ребята? Конечно, сыпайылық сақтаймыз. Театрда, мұражайда сыпайылық сақтаймыз. В театре, музее соблюдаем вежливость. Следующее. Біздің сынып тентек, көңілді. Какой вариант правильный, ребята? Конечно же, көңілді. Біздің сынып көңілді. Наш класс веселый. Следующее. Біз сыпайы, қатты сөйлесеміз. Какой вариант правильный? Конечно же, сыпайы. Біз сыпайы сөйлесеміз. Мы разговариваем вежливо. Ребята, у нас есть правила вежливости. Правила вежливости на казахском языке сыпайылық ережелері. Сейчас мы с вами выучим эти правила. Мұражайда, театрда қатты сөйлеме. Громко не разговаривай в музее и театре. Қатты күлме. Не смейся громко. Сыпайылық сақта. Соблюдай вежливость. Үлкендерді тыңда. Слушай старших. Тазалық сақта. Соблюдай чистоту. Қоқыс тастама. Не разбрасывай мусор. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Мұражайда, театрда қатты сөйлеме. Қатты күлме. Сыпайылық сақта. Үлкендерді тыңда.
Тазалық сақта. Қоқыс тастама. Ребята, эти правила нужно соблюдать. Балалар, бұл ережелерді сақтап жүрейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.